Достар, айына мен 78 000 теңге экономдап жүрмін. Себебі мен фруктыны және де мороженойды күнде тегін аламын. Қазір стратегиямен бөлісіп берейін. Біздің үйдің алдында біз өзбек апашка бар, фрукто-овощи бутик сататын. Ол кісі күнде ужинға 1200 теңге ақша құртады екен. Біз жақындап барып айттық: апа, біз күнде ыстық тамақ пісіреміз, салатымен как положено сізге әкеп берейік, сіз сол тамақтың бағасының мөлшерімен бізге фрукто-овощи беріп отырасыз деп күнде. Ол апа үлкен кісі қуанып кетті, ыстық тамақ жегісі келеді. Біз күнде явно артық қалады ғой тамақ. Явно тамақ дым қалмайды дейтін жоқ. Явно бір порция артық қалады. Апарып береміз, бізге фрукт әкеледі. Ал фруктыларды жегенін жейміз, жемегенін блендерден өткізіп, су араластырып, қант араластырып, мороженойдың формочкасына салып қатырып қоямыз. Мороженый формочкасы 4-еулік. Получается, күнде 4 мороженое шығып отырады бізден. Экономикалық есептесек, экономикалық тұрғыда бізге ол өте выгодно. Если осы стратегия ұнаса, үйде балдарыңыз болатын болса, тіпті керемет. Балалы бар үйде мороженое енді қатты желінеді ғой жазда. Ол үлкен расход. Если ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар.